Бәріңізге сәлем. Бүгін өте тез дайын болатын әрі дәмді огурцы по-корейски салатын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай құрам қажет болады. Бір сәбіз және көк жуа, қияр қажет болады. Содан кейін сарымсақ қажет, 4 бас. Содан кейін соевый соус, сұйық май, тұз, паприка және уксус қажет болады. 9%-дық міндетті түрде. Алдымен қиярымыздың екі шетін алып, қиярымызды турап аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басқан кезде сізге менің шығарған әрбір рецептің бірінші болып баратын болады. Алда талай қызықты торттар, салат түрлерін, тағам түрлерін шығаратын боламын. Қиярымызды турап болдық. Келесі кезекте сәбізімізді теркіден өткіземіз. Осындай корейский өткізетін теркіден өткізіп аламыз. Келесі кезекте көк пиязымызды тураймыз. Пиязымыз дайын болды. Келесіде біз сарымсағымызды ұсақтап турап аламыз. 4 бас сарымсақ қажет болады бізге. Майға сарымсағымызды қуырып аламыз. Ыдысымызға май құйып, қыздырып аламыз кішкене. Содан кейін үстіне сарымсағымызды салып, 1 шай қасық паприка қосамыз. Салатымыз ешқандай ащы болмайды. Дәмі жақсы болып шығады. Турап қойған қиярымыздың сәбізіміздің үстіне татымына қарай тұз саламыз. Содан кейін осының үстіне жаңа қуырған сарымсағымызды, содан кейін соевый соусымызды қосамыз. Біраз қасық уксусымызды құямыз. Дайын болған салатымызды жақсылап қолымызбен араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін бетін жауып холодильникке 2-3 сағатқа қоямыз. Тұзының барлығы, қосылған қоспаның барлығы сіңуі керек. Салатымыз дайын болды. Ыдыстарға салып кешкі асқа ұсынсаңыз болады. Жаз айында ашымайтын өте дәмді салат жасап көріңіздер. Құрамына көп зат кетпейді. Менің каналыма жазуды ұмытпаңыз. Сізбен бірге болған гүл бақыт.